Бүгінгі біздің жобамыздың Мына тақырыбы болсындар. Қазақстандағы толерантты қоғам. Жалпы толеранттылық туралы анықтамасына келсек, толеранттылық латын тілінен алынған, қазақша мағынасы шыдамдылық, өзге көзқарастарға деген мінез-құлықтарға, әдеттерге деген төзімділік таныту деген мағынада қолданылады. Барша адамзаттың ұлтына, нәсіліне, ұстанымына, дініне қарамастан төзімділік танытып, түсіністікпен қарап, оларды өзіне қабылдау қасиетін біз бір сөзбен толеранттылық дейміз. Толеранттылық халықаралық қолданыстағы термин. 1995 жылы 16 қарашада ЮНЕСКО-ның бас конференциясы толеранттылық қағидаттар туралы декларация қабылдады. Толеранттылық мәні қазақ тілінде тіпті терең. Төзімділік, шыдамдылық, байсалдылық, кісілік, ізгілік, кемелін таңдау, келісімін табу деген мағынаны береді. Адамдар арасындағы өзара сыйластықты, мейірбандықты білдіреді. Қазақстандағы толеранттылық ата-бабамыздан, дәстүрімізден келе жатқан құбылыс деп те айтуға болады. Имандылық пен татулықты, бірлік пен бейбітшілікті ту еткен кешегі бабаларымыз ұрпағын ұйымшылдыққа, қайырымдылыққа үндеп отырды. Толеранттылықтың бірнеше түрлері бар. Олардың ең көп тарағаны жаңа гендерлік қарама-қарсы жынысқа құрметпен қарау, нәсілдік басқа нәсілдің өкіліне қатысты төзімділік, ұлттық басқа ұлттың адамдарына құрметпен қарау, мүгедектерге құрметпен қарау, және де діни басқа дін өкілдеріне құрметте қабылдау, жыныстық бағдар, дәстүрлі емес жыныстық бағдары бар адамдарға құрметпен қарау, әртүрлі саяси партиялар мен қозғалыстар өкілдеріне төзімділік, білім беру, білімі жоқ және де жоғары білімі бар адамдардың тең қарым-қатынасы, және де класс аралық материалдық әл-ауқатына қарамастан барлық адамдарды құрметтеу. Нағыз толеранттық қоғам қандай болу керек дегенде, қазіргі әлемдегі толеранттылық ұғымы, толеранттылық бұл қазіргі әлемде қажетті қарым-қатынас шарты, қоғамның мәдени және моральдық дамуы әрқайсымыздың төзімділігімізге байланысты. Әр адам бұл жеке тұлға, даралық, бірегейлік, әр адамға өз көзқарасын табу керек және біздің өмірімізде болмайтын кез келген жағдайда толерантты болу керек. Толеранттылық басқа көзқарастарды, мәдениеттерді өзін-өз көрсету әдістерін және даралықты құрметтеу және дұрыс түсінуден көрінеді. Ол әлеуметтік әділетсіздікке, басқа адамдардың көзқарастары мен сенімдеріне жеңілдік жасауға, өз пікірін басқаларға қатал жүктеуге қарсы. Тәжірибе көрсеткенде адам неғұрлым білімді және мәдениетті болса, ол айналасындағы адамдарға да бүкіл әлемге толерантты болады. Толеранттылыққа қатысты Қазақстан Конституциясының ерекше тармағы бар. Осы Қазақстан Республикасының негізгі заңы ұлт құра алатын басымдықтарды айқындайды. Қолданыстағы Конституцияның бірінші бабының бірінші тармағында Қазақстан Республикасы өзінің демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылады. Бүгінде Қазақстан шын мәнінде зайырлы мемлекет деп ешкім зайырлы мемлекет деп Қазақстан шын мәнінде зайырлы мемлекет екенін ешкім жоққа шығармайды. Қазақстандағы дін іс жүзінде мемлекеттен бөлінген. Тең құқықта 40-тан астам конфессия жұмыс істейді. Егер олардың кейбіреулері неғұрлым ықпалды болса, онда олардың отарының санына пропорционалды. Біздің осы Қазақстанда басқа дін өкілдері және де 130-тан астам этнос өкілдері бір-бірімен тату қарым-қатынаста өмір сүріп жатыр. Әділет. Қазақстандағы төзімділік. Халықтың бір тобына төзбеушілік басқа топтарға төзбеушілікке әкеледі және қоғамның нормасы бола алады. Ол өз кезегінде әлеуметтік шиеленіске, құндылықтардың жоғалуына және қоғамның тозуына әкелуі мүмкін. Толеранттылықты адамзат өркениетінің негізгі құндылығы және өмір сүруінің негізгі қағидасы ретінде түсіну 20 ғасырдың екінші жартысында белсенді түрде талқыланды.
Нәтижесінде ЮНЕСКО бас конференциясының 1995 жылы толеранттылық қағидаттарының декларациясын қабылдауы болды. Жекелеген елдер арасында да қоғамдар мен жеке адамдар деңгейінде де бір-бірін жақсы түсіну үшін барлық жағдай жасалған сияқты. Бірақ бұған қарамастан қазіргі әлем қақтығысқа айналды. Халықаралық, аймақтық және елдік деңгейлерде этносаралық, діни, мәдени, әлеуметтік және экономикалық қайшылықтар мен проблемалар шиеленісе түсті. Қуатты көші-қон қысымынан және терроризм көріністерінен туындаған толерантты Еуропадағы мультимәдениеттіліктің құлдырауы және иммигрантқа қарсы белсенді көңіл-күй бүгінде әлемдегі толеранттылық дағдарысы туралы мәселе көтеруде. Бұл жағдайда біздің еліміздегі толеранттылық мәселесі ерекше өзекті болып отыр. Ұлтаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы толеранттылық біздің басты жетістіктеріміздің бірі және қазақстандағы тұрақтылығымыздың негізгі екені сөзсіз. Бірақ барлық маңыздылығына қарамастан бұл толеранттылықтың шектеулі түсіну, өлшеулер мен көріністен әртүрлі түрлері мен формалары бар күрделі болып келеді. Терең көп өлшемді құбылыс. Екінші жағынан манипуляцияларды бекіту және осы құбылысқа қосарланған көзқарас мазаламауы мүмкін. Толеранттылық тұрғыда түсінік көбінесе бұрмаланған теріс жолмен қабылданады. Ол адамгершілік, нигилизм, әртүрлі адами және әлеуметтік жаңалықтарға да, негізгі гуманистік құндылықтарға да бей-жай қарамайды. Тақырыптың барлық маңыздылығына қарамастан бізде ол жеткілікті зерттеген жоқ, кәсіби зерттеулер, мониторингтер жоқ. Толеранттылықты түсінудің шектеулілігі оның қоғам мен тұтастай алғанда елдің сапалы даму ресурсының әлеуетін едәуір төмендетеді. Бүгінгі әлем алдындағы кезеңмен салыстырғанда қақтығыс көрсеткіштерінің асып түсті. Өткен негізінен соғыстар мен көтерілістермен байланысты болды. Бірақ соғыс немесе революция адамдардың санасын қайта құрудың ең жақсы тәсілі емес екенін түсіну керек. Бүгінде бұл әдіс өркениетті және жоғары дамыған мемлекет үшін қолайлы емес, қоғамда және әлем мемлекетте туындайтын қақтығыстарды шешуге түбегейлі жаңа демократияланған көзқарас қажет. Толеранттылық қоғамның демократиялық дамуы мен қоғамның тұтастығын сақтау үшін көпіріне және негіз ретінде қызмет етеді. Өйткені ол әлеуметтік саяси тепе-теңдікті және қарама-қайшылықтың ықтимал ошақтарын өтеуді қамтамасыз етеді. Нәтижесінде өмір сапасы мен және өсуін қамтамасыз етеді. Алайда осы Қазақстанда ұлтаралық, конфессияаралық, этносаралық толеранттылық қоғамдық назарда. Бірақтан басқа қағазшылықтарды төзімдік үшін үлкен мәселе болып табылады. Және осы еңбекке қабілет мүгедектердің жалпы санынан жұмысқа орналастырылған мүгедек адамдардың саны 20% құрайды. Тәуелсіз сарапшылардың пікірінше, бұл көрсеткіш екі есе аз, 10%-ға яғни. Қазақстанға бүгінде үздік халықаралық тәжірибені игеру және оны жергілікті мәнмәтінді ескере отырып енгізу қажет. Сондай-ақ толеранттылық тақырыбы бойынша зерттеулер болмаған жағдайда алқақты толтыру, қоғамдық және сараптамалық мониторинг жүргізу, ал түрлі азаматшылықтағы мүгедектігі бар адамдарға, еңбек мигранттарына, бұрынғы тұтқындарға, айтыспен ауыратын адамдарға және тағы басқа өмірлік белсенділігін күшейту маңызды. Қазақстан толеранттылықтың тарихы. Қазақстанда қазақтардың толеранттылығы тарихи қалыптасты. Бұл олардың менталитетінің бір бөлігіне айналды. Ең алдымен ол бастапқыда өркениеттердің пайда болуын әртүрлі нұсқаларының ерекшеліктерін біріктіретін ұлы дала өркениеті ошағының пайда болуы мен дамуының ерекшеліктеріне байланысты болды. Bir жағынан ол Ніл, Тигр және Ефрат, Инд, Сары өзені аңғарларында, яғни орталық Азияның ұлы өзендері Амудария, Сырдария және Жетісу өзендері ағатын өңірде өркениеттің өзен ошақтары пайда болды. Екінші жағынан өркениеттің бұл ошағы Еуропа мен Азияның түйіскен жерінде орналасқан, өйткені континенталды қиылыстарда, Грецияда, Кіші Азияда және Шығыс жерорта теңізінде өркениеттің қиылысқан жері болды. Осы өйткені континенталды қиылыстарда, Грецияда, Кіші Азия және Шығыс жерорта өркениеттің қиылысқан ошақтар пайда бола бастады. Сондықтан біздің заманымызда Қазақстанда тұратын барлық этностар сипатының белгісіне айналған қазақ толеранттылығы бұл жай ғана бейбіт қатар өмір сүріп қана қоймай, бірлік пен келісім деңгейіне төзімділік болды. Қазақ халқының басты ұлттық құндылықтарын бірлік пен келісім жатады. Қазақстанның баға жетпес байлығы тек этносаралық қана емес, конфессияаралық келісімде болып табылады. Келесі назым. Қазақ халқының ерекше толеранттылық белгілері. Жалпы негізінде Қазақстан президенті
Нұрсұлтан Назарбаев қазақ халқының осы жаңағы себептерін және де оның тарихымен түсіндірген болатын. Жалпы оның айтуы бойынша Қазақстандағы басқа ұлттарға төзімділік пен тек бұл Европа мен Азия арасындағы жаңа орналасуына ғана байланысты болып келеді. Яғни Европа мен Азия арасындағы көпір тек Қазақстанға ғана емес, Ресей туралы да айтуға болады. Яғни Түркия ортасында осы атақты Ұлы Жібек жолы біздің аумағымызбен өткен. Яғни және де Европа бұл Азияның ең ұзақ қозғалысы, яғни Қазақстан арқылы 3000 шақырым халықтардың шығыстан батысқа жалпы барлық қоныс аудару туралы, яғни осының барлығын Алтайдан Жерорта теңізіне дейінгі аумақты алып, олардан кейін түрік қағанаттарының пайда болуы, яғни айтқанда шығыс пен батыс жайлы. Біз осы мемлекеттердің ұрпағымыз, және де осы далада өмір сүрген, жұмыс істеген, бала өсірген, және де осы аумақта экономиканың көшпелі тәсілмен сақтаған көшпелілердің бірі болып табыламыз. Негізінде мұндай төзімдік біздің көп ғасырлық тарихымызда пайда болған болатын. Және де біз осы бір қазақты алатын болсақ, ол басқаларға қарағанда толерантты болады. Тура осылай өзінің пікірін қалдырған болатын Қазақстанның басшысы. Және де қазақ халқының ежелгі көшпелі мәдениетінің мұрагері бола отырып, сонымен қатар мыңдаған жылдар бойы үнемі өзгеріп отыратын сыртқы жағдайларға өзінің бейімделу қасиеттерін көрсетіп келеді. Негізінде жалпы мұнда Ұлы Жібек жолы үлкен өзінің рөлін атқарады, яғни Қазақстан мен Орта Азияның аумағы арқылы өткен керуен жолдары тауарларымен және де өзінің білімімен, дүниетанымымен мәдени алмасуға ықпал етіп, осы ежелгі Қазақстан халқының менталитетіне әсер еткен болатын. Және де дәл осы кезеңдерде Абай өзінің қара сөзінде былай деген болатын: бөтен тіл мен бөтен мәдениетті білу адамды осы халықпен тең құқық етеді. Яғни ол өзін еркін сезінеді. Егер осы халықтың хаммен күресі оның жүрегіне жетсе, онда ол ешқашан шетте қала алмайды. Яғни сол ортаның адамы деп айтқан болатын. Бұл адамның табиғаты, яғни төзімділік, бұл жалпы латынша аударғанда шыдамдылық деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар басқа адамдардың пікірлеріне және сенімдеріне, мінез-құлқына төзімділікте көрінеді. Бұл негізінде адамның моральдық сапасы немесе моральдық бағалаудың шектелуімен, яғни моральдық және әлеуметтік зұлымдықты қабылдаудың агрессивті немесе осы әдісімен басқа адамдар мен халықтардың мүдделерін ескеруге осының ұмтылысымен сипатталатын болған. Яғни бұл осындай әлеуметтік мораль жағдайы. Жалпы толеранттылық бұл қазіргі таңдағы, қазіргі замандағы көп мәдениетті қоғамда өмір сүру, бір-бірінің құқықтарын түсіну және де тану қабілеті болып есептеледі. Негізінде қазақ халқы осы менталитетінің маңызды белгілерінің бірі, яғни жанашырлық, жанқиярлық, жақсы табиғат және де дамыған әділ сезімі. Сонымен қатар жеткіліксіз прагматизм, икемділік, сонымен қатар ренжігендерге жанашырлық, жомарттық, сонымен қатар діни төзімділік, табиғаттың кеңдігі, барлық жерде осындай максимализм, яғни қонақжайлылық, және де қонақжайлылықтың осы бір тақырып бойынша еңбексүйгіштік, жоғары дамыған эстетикалық сезім, сонымен қатар дәстүрге деген адалдық, қарыз алуға бейімділік, парыз сезімі, сыпайылық, осының барлығы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында қазақ халқының генетикалық ерекшеліктері, жанның ашықтығы мен мейірімділігі, жылытуға мұқтаж адамдардың бөлісуі мен осыған дайын болуы болып табылады. Жалпы ол ешқашанда ешкімге және де дұшпандылық пен артықшылық сезімін сезінбеген немесе көрсетпеген, ешқашан ұлтаралық қақтығыстардың қайнар көзі болған емес. Яғни айтқанда көшпелі өмір салтының бұл жалпы динамикасында қазақтардың менталитетінде көрініс тапқан болатын. Негізінде және де оның өзгеріп жатқан бірнеше тез бейімделуі, біреудің мәдениет тәжірибесін бірдей игеру қабілеті, ақыл ой деңгейіндегі бұл инновациялар мен мәдениетаралық байланыстарға және де мәдени мен осындай діни бір төзімділікке, басқа халықтарға тіл табысу және де бейтараптылық, ашықтықтан көрінеді. Жалпы айтқанда қазақ есімдерінің арасында көп қарыз алғаны кездейсоқ. Негізінде ерте жастан бастап осындай дәстүрлі қонақжайлылық балаларды туыстарына, көршілеріне және де туыстарына, осындай бір таныстары мен бейтаныс адамдарға құрметпен қарауға тәрбиелеудің маңызды түрі, яғни құралы болып табылады. Бұл гуманизм мен толеранттылық көрсеткіші болып есептеледі.
Жалпы айтқанда ұлы дала саяхатшылары бұл белгілі бір жаңағы зерттеушілер бойынша барлығы осындай қазақтардың қонақжайлылығы мен жаңағы қонақжайлылығын осы бір кейбір нелерде атап өткен болатын. Және де белгілі бір этнограф бұл Диваев жайлы осы біздің Қазақстан мемлекеті жайлы 1876 жылы Түркістан өлкесіне келген кезде өзінің көшпелі халықпен, яғни қазақ қырғыздармен бұл өте әдемі, қонақжай және де сенімді тайпалармен кездестім деп өзінің жаңағы бір өзінің ой пікірін білдірген болатын. Және де олар өзінің рулық күрестің ортасында және де басқа саяхатшы және де сол секілді Тянь-Шанскийдің пікірінше, яғни Семенов қасиетті қонақжайлылық дәстүріне адал болып қала береді деп өзінің мінездерін жаңағы пікірлерін қалдырған болатын. Жалпы айтқанда, қазақ кез келген қонаққа қуанды және де қонақ әдеттегі өмір салтын жандандырады. Сонымен қатар жаңалықтарды хабарлады. Және де бұл қонаққа деген құрметпен қарау, басқаларға деген құрметшілігін, жауапкершілігін, мейірімді қарым-қатынасқа айналғандығын мінездеген болатын. Есенгелді. Есенгелді, Жасалып тұрасың ба? осы. Толерантты қоғам құрудағы 10 қадам. Елдің экономикалық әл-ауқатын жақсарту, демократиялық сыртқы елдерге ашық ел құру және азаматтарға толеранттылықты насихаттау, жас ұрпақты төзімділікке тәрбиелеу, белгілі бір тарихи әлеуметтік тұрғыдан пайда болған ұлтшылдыққа жол бермеу, әлеуметтанушы психологтардың қоғаммен диалог құруы, заң алдында тең қоғам құру, әртүрлі ұлттардың бір-бірімен сөйлейтін және тиімді тілге тосқауыл бермеу. Оны керісінше басты автохонды халықтың тілімен қатар дамыту және азаматтар арасында діни, физиологиялық, расалық, ұлттық, тілдік пен ділдік критерийлер бойынша конфликттерді алдын алу, экстремистік қозғалыстардың ісін алдын алу және әртүрлі критерий бойынша адамдар өмір сүретін елде біртұтас толеранттарлы атмосфера құру, азаматтарға толық еркіндікті және қауіпсіздікпен қамтамасыз ету. Толеранттылықтың 10 табысы. Көп ұлтты елде ұлтаралық баланс, гармония, көрші елдермен татулық пен төзімділік, көп тілдік, мәдени, діни, ділдік қатынас. Мәдени қатынас әсерінен біртұтас мәдениет ретінде қалыптасып дамуы, мәдени альянс, өзге ұлттар арасында жақсы репутация, елдің жан-жақты дамуы және де ашық болуы, елге өзге ұлт өкілдерді тарту, халық өсімі және экономикалық өсім. Және осы Қазақстан толерантты қоғам туралы сауалнама жасаған болатынбыз. Сауалнамаға 213 адам қатысты. Толеранттылық деген терминді қалай түсінесіз дегенде 80-85% шыдамдылық деп түсінген, ал 9% басқаларға деген құрмет деп түсінген. Сіз өзіңізді толерантты адам деп сынаңыз ба деген сауалға 68% я деп жауап берген, 31% жоқ деп жауап берген. Және де Қазақстан толерантты мемлекет деп ойлайсыз ба деген сауалға 78% я деп, 27% жоқ деп жауап берген. Өзге діндерге көзқарасыңыз қандай деген сауалға 52% олардың діни сенімдеріне құрметпен қараймын деп жауап берген, 31% бейтарап және де 16% олардың діни сенімі қауіпті деп жауап берген. Және де өзге діннің мерекелеріне көзқарасыңыз қандай деген сауалға 63% бейтарап көзқарастым, 26% әркімнің мерекесі өзі үшін ғана деп білемін деп жауап берген, ал 9% өзге дін өкілдерін мерекелерімен құттықтаймын деп жауап берген. Бүгінге осы жауабымыз тамам. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.